Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін кешкі шайға мен осындай өте тәтті, аузыңнан дәмін кетпейтін балқаймақтар дайындадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін ауылдан мен 5 литр түйенің таза сүтін алдырттым. Бұл балқаймақты пісіру үшін өте ұзақ сағат қайнайды. Осылай қазанға сүтіміздің бәрін құйып, көпіртіп отырып, бір қалыпқа түсіп қайнап кеткенше араластырып отырамыз. Сүтіміз бірыңғай қайнап кетті. Енді араластырмай-ақ, жай отта қоюланғанша кемінде 3-4 сағат қайнатамыз. Мінеке қоюланды. Енді су сорыққанша астын араластырып отырамыз. Жабысып қалуы мүмкін. 200 грамм секерін салып, осылай астын араластырып отырамыз түскенше. Дүкеннің сүтімен де балқаймақ жасауға болады. Ол үшін осылай қайната береміз. Мінеке қоюланды. 1-2 сағат суытып алып, осылай балқаймағымызды жасай береміз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер де осындай тәп-тәтті болып шығатын балқаймақты жасап көріңіздер. Балқаймақтарымыз дайын болды. Бұны морозильникке салып сақтауларыңызға болады. Осылай әдемі формасын ұстап тұрады.